қалайсыздар? Экраннан алыстамаңыздар, себебі мен қазір сіздерді өзімнің сыныбыммен таныстыратын боламын. Ендеше кеттік. Айтпақшы, 8 сериалдарын көргендеріңіз бар ма? Егер көрмесеңіздер, сілтеме астында кеңес беремін. Ой, сен ба апа екен десем? Мә, апай келмеді ма не? Қызық. Қыздар жігіттер, кімде алгебраның жауабы бар? Бұл Қанат, ол өзінің ашуын ұстай алмайтын бала. Мә, Қанат, сен ашуынан бастап алгебра істейтін болғансың? Өткендегі папан қапалағынан қалай сабақ оқымайсыз? Сол маған көрсету керек пе? Дед? Папа ештеңе емес. Сен маманы айтшеш, өткенде пробный алаңға. Кетші. Кетсен кетші, ренжіп қалдым. Кешірім сұрамайсың ба? Қойшы. Жа, кешірдім. Мә айтпашы, андай бар емес па? Андай бар емес па? Мамалар бар емес па андай? Қарсындаш? Андай жиза бар емес па? Короче, анақ бөлмейді жатасың. Осы маман айтады, бірдеме әкеш дейді. Ана жерде бірдемен алып берші дейді. Барасың жоқ, мамаға жоқ дейсің ғой. Осыдан барып сол жерден тауып алайын, таяқ жейсің дейді. Қайттан барып қарайсың, жоқ. Сосын маман келіп тап сол жерден тауып алады ғой, да? Сіз андай орғы білесіңдер ма? Алып тастадым ондай. Көреміз е. Сосын андай бар ғой, да, андай бар ғой. Мамаңнан бірдеңе сұрайын деп атасың ғой, да? Мен содан кейін деген, кәдімгі шаруаны толтырып береді, соның бәрін бітіресің, сосын барады да, папаңнан сұран дейді ғой. Қалай дейсің? Құрсын. Күдіреді осылар. Кәдімгі жазасы ғой бұл дейтін. Иә, сосын андай бар емес па? 4 еркек көп кіргізген, диван, татау өзі ашуланғанда дейді. Бір қолмен көтер аласың, спокойно жүріп шығады ғой. Точно. Жиза, мамна ол. Соны айтам, сосын жұртпен салыстыратының айтесің. Сен де біреумен салыстырама не? Әрине салыстырады ол. Қыздар, жігіттер, қараңдаршы. Барлығымыз өзіміздің аналарымыз жайлы айтып жатырмыз, иә? Менің де бір таң қалатыным осы біздің аналарымыз. Кешкісі жұмыстан келгеннен кейін бір қолымен шай әзірлейді, бір қолымен біздің сабағымызды қарап жатады. Әкемізге жауап беріп, әжеміздің көңілді, әйтеуір бәрін бір момент үлгеріп жатады. Десек те бәріміздің аналарымыз керемет қой. Анан қараңдар, біреудің қол шықты. Базар жоқ. Қойшы, тыныш класс. Менің бір жаңалығым бар. Ержан, айтпас бұрын отырышқа шығыласқа бірі көрме қалып басып кетер. Қыршын. Қазір күтіңдер. Ержан, аяғын жуып жүрші бар ғой, ема. Қыздар, жігіттер, менің 2 жаңалығым бар. Оның біреуі жаман, оның біреуі жаман, біреуі жақсы. Қайсысынан бастайын? Жақсынан баста, күніміз жақсылыққа толы болсын. Иә, жақсынан. Қанауыш, сендер біздің Ұрысқақ апайдың қайда кеткенін білесіңдер ме? Қайда? Ол пенсияға кетті. Ал тыныш. Бірақ бізге қайдан апай келді. Бізге ағай қашан келеді екен? Апайдан не жамандық көрді? Қазір. Бірақ
ұзын құлақтардан естуім бойынша, ол өте жас, өте сұлу. Сонда Раушаннан да сұлу ма не? Әлбетте, одан 1000 есе сұлу. Оның көздері сиырдың көзіндей доп-домалақ, мөп-мөлдір, топ-тұнық. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған. Жігіттер, оның ең бастысы, оның Саған фигура не керек? Отырш бар орнына. Айтам, сұлық сен неченің? мә. Сен сұлулық жайлы не білесің? Сұлулық несі? Сен мұрныңа да бармайтын ба? Айтсады ғой мынау дедің кәдімгі. Мұнда келші. Ержан, айтып көрмей шығасың ба? Айтып көрсең шығасың ба? Ержан, сенші. Мә. Раушан, ұсташы ма? Не ал, келші ал. Алдың келіп тұрсың маған. Не ал, келші. Мә, алдың ден. Давай, болды. Жіберші Раушан. Раушанға рахмет айт ұсталған үшін. Әйтпесе, өмірің қиын болар еді. Мә, Ержан, шығасың ба? Қой жоқ. Аналар ғой не айтып отқан. Мен қыз баласына қол көтермеймін. Қыздар, жігіттер, қазір Жан апай келгенде сразу жабай болып көрінбеңдерші. Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба? Идеясың миды қозғаған. Апай, сіз біздің жаңа сынып жетекшімізсіз ба? Мен де тілі байланып қалды. Қасықпар ұшқан бірдеңе емеш? Қойшы. Балалар, олай ойнамасаңдаршы. Апай, сізді мұнда біреу жаңа сиырға теңеді ғой? Апай өтір айтады, неде көзін айтып қойды. Еще фигура деп. Өткендегін айтып қоям вечерден. Жоқ, апай, ештен деген жоқ. Айтпайсың ондай, айтып қоям. Кет шығар енді шығып қалам. Жа, кешірдім. Қыздар, жігіттер, естіген боларсыңдар, мен сендердің жаңа кураторларыңмын. Аты жөнім Зарина Қарболатқызы. Ең алдымен танысып шығайық. Раушан. Дилназ. Карина. Айтгүл. Диас. Айым. Қанат. Эйнштейн. Қасым. Шолпан. Ақбота. Елдос. Ержан. Сайра. Айзере. Бақытгүл. Жақсы, олай болса сыныптың ішкі тәртібімен танысайық. Старосты кім? Мен. Старосты бұл жүргенге қанша уақыт болды? Старостыны білмеймін, бірақ стукач болғанына 5-6 айдай болып қалды. Жарайды, болды енді. Кет шығар, өздері емес пе вечер шақырмай алған. Мәдениет секторы кім? Мен. Сыныптың концертке деген ұйымшылдығы қалай? Біздің сынып Концерт қоюды білмеймін. бірақ қарауды өлтіреміз апай. Тазалық секторы кім? Ой апай, Карина тазалық секторы болғалы таза киіну нече қымбат киінетін болдық қой. Так. Спорт секторы кім? Мен апай. Апай, біздегі жиын қате екен, сіз де көрген боларсыз. Апай, мен әділ сайландым. Жүгіруден бірінші орын алғансың қойып мені. Жүгіруден емес, қашудан десе қашудан. Жақсы. Сендер кімсіңдер? Апай, біз спорт, анау, мынау спорт секторы емес, біз таза спортсмендерміз ғой. Сол ғой. Жарайсыңдар, биіктен көріңдер. Осымен болса қарай жалғастырайық. Апай, сіз самый главный нәрсені ұмыттыңыз ғой. Кім қалды? Барлығын үстінен қарайтын адамдар. Ой, керексің.
Мен ғой апай. Ой, мақтаншақ. Мә, айым сөйледі, прикинь. Қасым қойша, өзінде бірінші серияда енді сөйлеп тұрсың ғой. Апай борға шығып келсем болма? Бүгін тоқтау ештеңе жазбаймыз. Онда ашқаға шықпайыншы. Апай бұл бір сабақта бір рет сыртқа шықпаса іші ауырады. Бара ол. Құрметті жас достар, сіздердің бойларыңызда журналистика және ораторлық өнердің қыр-сырын меңгеруге деген қызығушылық бар ма? Егер болса, жас талап өнер білім орталығы аталмыш үйірмелерге қабылдайды. Біз сіздерді күтеміз. Жас талап жетістік бізде басталады. Апай, сіз осы бойдақсыз ба? Иә. Апай, жігітіңіз бар ма? Так, қыздар, сіздерге қатысы жоқ нәрсе сұрамаймыз. Апай, онда сізге бірдеңе көрсейінші. Айым алып келші. Ой. Анаған залын тапай. Апай, кісілер болма. Апай, сізді анда шақырып отыр. Балалар, мен қазір келемін, шолға отыра тұрыңдар. Жігіттер, апайды алдамадық па? Қалай ол? Смело ғой. Короче, былай істейміз. Үйіне тоқып қалды ма? Тұр. Ержан. Ержан. Тұр, Ержан. Апай, еші талыққа скоро шықпас па? Білмесен шапай. Болды, былай тұрыңдар. Ауан, тарылтпаңдар. Ержан. Жылақ қалды ма? Жылап қалды ма? Қыздар, жігіттер, бұл ешбір күлкі емес. Отырыңдар орындарға. Тұр, отыр орныңа. Ержан, адам ұстазымен осылай ойнай ма? Диас, сенің өтпейтін адамға зиян келтіретін приколдарын тойдыртты. Қыздар, балдар, бұл шынымен ешбір күлкі емес. Ұстазды жасына қарап сыйлауды қашан қоясыңдар өзі? Ұрысқа апай келсе бітті, ұрысқақ деп бір шығасыңдар. Жай апай келсе тағы да сол, сөзін азып сөйлейсіңдер. Ұстаз деген біздің екінші анамыз. Ал аналармен сендер осылай ойнайсыңдар ма? Музыканы өшіре қоясың ба? Ержан, өткен 90-да сенде 2 сабақтан 3 шықты, есіңде ме? Сол кезде біздің бұрынғы сынып жетекшіміз апайлармен сөйлесіп саған екінші мүмкіндікті берді. Ал сен соңына дейін ұрысқақ деп шықтың. Рахметің осы ма? Қасым, сенің анаң бізге сабақ берген кезде біздің балдар сабақ оқымай келді. Сол есіңде ме? Сен сол кезде қалай ренжідің? Міне, бұл апай да сенің анаң сияқты мұғалім. Құрметің осы ма? Диас, саған айтар ешбір сөзім жоқ. Бақытгүл, Шолпан, сендерге күліп тағы не болды? Қанат, сен ше? Бәрін ұстаймын, бәрі менен қорқады дегенге келімсің. Сонда күшің тек қана жамандық жасауға келе ме? Намысың қайда? Зильнас, мен бәрін түсіндім. Болды, бәрін реттейміз. Жігіттер, мен мұқият тыңдаңдар. Апай, біз сізді сыйламай сәл артық кеттік. Біз сізден кешірім сұраймыз, және де ең үздік сынып болуға уәде беремін. Мынау біздің атымыздан сізге главный спонсор Карина. Жалпы мен өз сыныбымды дәл осы үшін жақсы көремін. Олар әрдайым өз қателігін мойындауға әзір. Мұның өзі үлкен ерлік. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты. Ал ұстаз мықты болу үшін шәкірт те жақсы болу керек. Ұстаздарымызды құрметтейік. Аман сау болыңыздар. Айтпақшы, 2-ші серия көп ұзамай шығады. Ол одан да күшті болады.